айтып жатырмын. Светлана, спасибо, 1000 теңге аударды. Мына жердегі сбор, тағы да айтайын, халқым, жұртым, елім, сбор тек сол ағамның отбасына көмек, потому что қазір оның да артында қалған 4 бала бар, несовершенный. Қазір ағам жұмыста емес, ол жағын магазиннан жабық, қанша күннен бері әлі де жабық тұрады. Сондықтан ол көмек, мен ағама деген көмек сіздердің атыңыздан. Сондықтан рахмет, Алла жар болсын. Сіздерге деген алғысымыз біздің өте шексіз, айта алмаймын енді. Тәте бәрі ұсталды ма дейді. Жаным ау, жоқ, сол бәрі ұсталған жоқ. Пока сол 7 адам, қазір ұсталып отқандары пока 7 адам. Бірақ іске кірісіп жатыр, сол что бәрі ұсталатындай. Жана мына 2 қызды куәгер емес, сообщница депші. Хотя бы мысалы даже анау кім Денис Тин беді, аты марқұм жатқан жер жайлы болсын. Сонда мысалы марқұм пышақтап кеткен кезде қасында анау бір қыз болған жоқ па? Сонда соттады ғой, чтобы сол кезде жаңағы сообщница деп, чтобы неге милицияға звондамаған үшін деп. Каспий мені 707 141 9804. Рахмет көмектеріңізге, Алладан қайтсын. Алла разы болсын сіздерге, осылай бізге қол ұшын беріп, жәрдем беріп жатқандарыңызға мың сансыз шүкір. Рахмет айтамыз. Жалпы 13 адам. 707, мені тұр ғой, 707 141 9804 Бақыт Р деп шығады. Бұл тағы да айтам, адвокатқа емес, ағамның отбасына кәдімгі көмек сіздердің атыңыздан. Рахмет, көп қолдауларыңызға рахмет. Соменен жанына 2 қыз жайлы мындай информация естіп, өзім шок болып жатырмын. Шерзат қай жылғы деді ме? Шерзат негізі ертең 2 айдан кейін 17-ге толу керек еді. 17-ге толатын еді. Сол 17 жасын тойлаймыз деп отқанда, міне мындай жағдай болып отыр. Сосын мына жерде айтайын, жаңағы арандатыруларға сенбеңіздер, маған дейді. Көп жекеме де келіп жатыр, WhatsApp-қа да мен үлгере алмаймын. Шерзат кіші жүз табынның баласы. Көп ақпараттар келіп жатыр, оқып үлгере алмай жатырмын. Жаңағы маған бір нелер жіберіп жатыр да, видеозапистер, жаңағы бір әйел отыр. Шерзатымызды кінәлап отыр. Әкесі дұрыс тәрбие бермеген, әкесі өйтпеген, бүйтпеген, тағы бірдеңке деп. Өздеріңізге көріп отырсыздар ғой, әкесі қандай сауатты, қандай мықты азамат, ондай адамнан қандай бала дүниеге келіп, қандай бала өсетінін өздеріңізге көріп отырсыздар, біліп отырсыздар. Сондықтан мен ондайларға мән бермеймін, бірақ жаңа эфиріне кірдім да, бір 2 минутқа 3 минутқа кірдім да, мен де аузыма келген жаздым. Одан кейін отбасымыз жайлы мен олай осындай болып марқұм болып кеткен балаңның артынан олай сөз айтпаңыз деп. Якобы андай қылып айтып жатыр да, Шерзаттың өзі жаңағы не қылған деп, не дейді? Өзі тиіскен, өзі бастаған, өзі тағы бірдеңке болған деп. Айко, неге звондап берші Мишонға? Иә. Көп рахмет, елім, жұртым, сіздерге деген алғысым шексіз. Осылай неге қолдау көрсететініңіз, громканы өшірдің ба? Алло? Ау, не болды? Я, не болды? Қаяқтасың? Стримде отқамды. Стримде жоқ, жаңағы сбор, одан кейін не ғой, жаңа бағана мен айттым ғой, Шерзатты кінәлап жатыр да, бір орыс әйел. Сөйтіп мен эфиріне кіріп қазақша жазып жатырмын ғой енді. Сөйтсем мен қазақша түсінбеймін, бір оқып андай жатыр да, мен қазақша түсінбеймін, бір бәле, можно на русском деп маған. Мен айттым оған, мен қазақша жазалмын, мен орысша жаза алмаймын, мен тек қазақша жазамын. Өйткені мен Қазақстанда тұрып жатырмын. Содан орысым қазақ тіліне тиісіп кетті. Ой, бір нервымның ауырған, дәл шанаумен ұрсайын дедім да, қойшы, одан кейін шығып кеттім. Айтатын сөзімді айттым, шығып кеттім. Қазақ тіліне тиісіп кетті да, одан кейінші.
әрине, конечно, ауыртпаймын ғой жаным. Уайымдама мені. Соған нервім ауырып жаққа айтып жатқанмын ғой. А? Жоқ, қазір кетеді. Несін жеп алам дейді? Қаяқтан? Қазір жеген жоқсың ба? Бөпті, жарайды. Тыныш жүр, жарай ма, тыныш? Байқап жүр, тыныш жүр. Давай. Кстати, осы Мерлан деп жастар ғой, давайте тоже Мерланның, енді қазір оны айтсам тағынан неғып кетпесін, Мерланның әке-шешесі негізі бар ма? Мерланның әке-шешесі жайлы ақпарат, әке-шешесін танитындар бар ма Мерланның? Сол айтайын деген, мына жерде жаңа қазақ тіліне тиісіп кетті ана әйел. Мен қазақпын дейді, өзі айтады. Мен қазақпын, но бірақ у меня казахский язык, бір нәрсе, я только на русском говорю, на русском понимаю деп. Мен сізге міндетті емеспін дедім, орысша жаз дейді маған. Мен міндетті емеспін сізге орысша жазуға дедім. Мен Қазақстан елінде тұрамын, мен қазақпын, сондықтан қазақша үйреніп, қазақша түсініп алыңыз өзіңіз. Негізі мен ары бері қосып еді эфиріне жаңа, мен қойшы ол мен вообще ұрысып қалармын дедім да. Айтатын сөзімді айттым. Просто мына жерде марқұм болған бауырымдандай қылып жатыр да, енді әңгімеге жаңағы. Ол өзі тиіскен, ол өзі сөйткен, өзі ұрған, оларды бүйткен, сөйткен деп. Рахмет. Атыраудағы Мерлан ба деймін. Қазір сол жаңағы біздің менің бауырыммен жасы балада жаңағы достары суға лақтырып жіберген деп неғып жатыр ғой. Шет жағасын естіп жатырмын. Сол жайлы ақпарат болса 707-141-98-04. Соның маған несі WhatsApp-қа жіберсеңіздер, данныйлары бар болса. Інісі не дейді? Татыр қазір білмейді. Інісі оқи білгірамай қалдым, шын айтам. Все. Інісі қайтыс болған адамға ұқсамайсыз, ақша жинап қайып қойып отырсыз дейді. Кім? Пожалуйста, көтіңді қысшы. Рахмет, қолдауларыңызға рахмет. Сіздердің арқаларыңызда негізі осының бәрі осылай болып жатқаны, қазір резонанс туып жатыр мінекей. Енді қандай видео болмасын, жаңағы Шерзаттың бәрі біздіміз Шерзат үшін, міне осы бауырымыз үшін деп, мына блогерлар бар, актерлар бар, одан мына жоғары жақтағылар бар, мына депутаттарға дейін салып жатыр мына Шерзаттың ісі бойыншашы. Осының бәрі халықтың арқасында. Осы халықтың арқасында осылай резонанс көтеріліп, осылай болып жатқанда міне халықтың арқасында. Сондықтан міне сіздерге Алла разы болсын. Рахмет, көп қолдауларыңызға рахмет. Сіздердің қолдауларыңызбен іс алдыға жүріп жатыр. Мен сол Шерзаттың әпкесімін, Қаржаубайдың қарындасымын. Жыламаңыздар, сіздер жыласаңыздар, мен де жылаймын. Рахмет, көп. Магазин Талғарда, Менделеевада. Қамажай деген магазин. О жаққа да біраз адамдар жерде гүл шоқтарын қойып. Рахмет, Жанғали, мына жерде подаркымен де атып жатқандар бар. Ол жаңағы аты не еді? Менделеевада Қамажай деген магазин. Шерзат деген жігіт жазыпты. Қандай керемет есімді, Шерзат деп. Шерзат деген есімді не қылсам жылағым келеді. Шерзат шындық адамыз дейді. Кешеде мен бір неме жазып жіберіпті да, мынау Шерзаттың бір видеосының астына. Аттасым-ау деп, аттасым-ау деп, жаңағы тура аты Шерзат екен тоже. Бір жылап алдым тоже самай, өткені Шерзат деп тұрғаннан кейін все равно жүрегім ауырады.
иә, рахмет. болмаса андайды енді теріс ат деп шыққанда то жүрегің ауырады.